Сәлем достар, қалайсыңдар? Былтыр текебірде газ қосқанымда үйдің төбесінің бір минусы анықталды. Например, мына үй жартылай песковлық, жартылай газоблок. Песковлоктың жағы менде көгеріп жатыр. Астың бәрі песковлок қой менде. Көгеріп жатыр. Расширитель бар былай. И мына сесма есік неткен болмайды. Бетон құйылған армапойыз. Ол сыртына қапталмады да. Міне бір минусы. И екінші минусы төбеде менде мына кардон ғой. Кардонның арасында мындай жылтыр фольга жатыр. Төбеден көрсетемін. Енді мынадан су тамшылап тұр. Бұдан су тамшылап тұр. Бұл қосыманы мен 2020-да бастадым да 21-де аяқтағам. Жартылай песковлок и жартылай газоблок. Мына сесма поезд несі мокрый етеді, іш жағынан нетіп тұр. Иә. Төбеден көрсетемін. Неғып менде конденсер жетіп тұр. Ол кезде 2020-да менде ешқандай оқытта болған жоқ. Жасап, ақыл айтатын ешкімде болған жоқ. Ол кезде ютубқа қарап өтірік жасасағам мен. Енді сол қателіктерімді түсініп жатырмын. Бір төбеге көтерілеміз. Бізде бұл 4 квартира ғой. Мына аяқ 1 квартира, мына 2 квартира, 3 квартира. Бізде 4 үй. Төбені мен осылай жасағам. Ол кезде 2020-да менде ешқандай опыт болған жоқ. Мен айтқан не міне фольганы көрдің бе? Менің қателігім, бірінші қателігім фольганы астына қаратып салу. Одан кейін топырақтың қалыңдығы бір спичканың коробкасындай ғана ғой. Мына аяқтар дұрыс су қапталмады да, енді мынандай ыстық ауа былай шығады да. Конденсерде іштегі ағады. Енді көктемде қайтадан бәрін ашып дұрыстап жасау керек болып тұр. Көрдің бе? Менің қателігім міне. Мынаны дұрыс жасаған жоқпын. И анау дұрыс емес. И тағы бір қателігім міне. Мынау. Көрдің бе? Мынандай тесіктермен дұрыс утеплять еткен жоқпын да. Топырақты өсіп салдым. Енді міне газ қосылғаннан кейін бұл үйдің менің дұрыс қаптамағанымның минустары анықталып жатыр. Көктемде оны ашып қайдан дұрыстап жасау керек болды.